Бүгін сіздермен пирожки дайындаймыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды құямыз. Үстіне 1 шай қасық тұзымызды саламыз. 1 ас қасық қант саламыз. 1 ас қасық ашытқымызды салып, үстіне сұйық майымызды құямыз. Ашытқымызды жақсылап ерігенше араластырып жібереміз. Үстіне ұнымызды салып, жұмсақ қамыр егеміз. Неке қамырымыз дайын болды. Бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа немесе 40-45 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз көтерілгенше салмасын дайындаймыз. Мен салмасын картоптан жасадым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Қамырымызды осылай бірнеше бөліктерге бөліп, оқтаумен жайып, арасына салмамызды салып, барлығын формаға орналастырып шығамыз. Сіздерге бұл жерде айта кететін жайт, мен бұл жерде барлығын көз мөлшерімен жасадым. Сондықтан рецепті жазбаймын описаниеге. Сіздерде көз мөлшерімен жасай берсеңіздер болады. Пирожкилерімізді жасап болғаннан кейін формада міндетті түрде 15-20 минут тағы да бетін жауып қалдырамыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Сарысына мен міндетті түрде сүт құйып араластырып барып жағамын. Бетіне өз қалауларыңыз бойынша күнжіт сепсеңіздер болады. Менде қара күнжіт болғандықтан қара күнжіт септім. Қызып тұрған пешімізде 20 минут 30 минут пісіріп аламыз. Дайындап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Ас болсын, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Өте жұмсақ әрі дәмді пирожки дайын болды.